Ілтипатым құрметімнен байқалар. Махаббатқа келмей. Дәл осы поэзиядағы вокал сізге ұнайды, бірақ артындағы музыка ұнамайды. Оны қалай аламыз? Ең алдымен арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен Google қосымшасына кіріп, vocalremover.org деп жазамыз. Ең бірінші удалить вокал деген жерге кіріп, выбрать файл деп, медиата деп, алдын ала сақталған видеомызды жүктейміз. Кішкене күте тұрсаңыздар, сіздерге осылай жүктеп беретін болады. Және де дәл осы жерде видеомыздың артқы фонын, яғни музыкасы мен поэзияның екеуін ажыратып жатыр деген сөз. Кішкене күтесіздер. Бізге дәл осылай видеомызды жүктеп беретін болады. Музыка деген жерде, яғни поэзияның артындағы музыкасы, вокал деген, яғни белгілі бір поэзияны оқып жатқан адамның дауысы. Бізге бұл жерде вокал керек болады. Вокалды 100-ге алып барып, музыканы 0-ге алып барамыз. Одан кейін сохранить. Егер сізге вокал керек болса, вокал деп, скачать деп, және де открыть деп басамыз. Музыканы тыңдап көрсек болады. Ілтипатым құрметімнен байқалар. Махаббатқа келмеп еді ол. Мінекей дәл осылай біздің поэзиямыздағы артқы музыкасын өшіріп, бізге жай ғана поэзияның өзін жүктеп берді. Видеомызды файлдың ішіне сақталады. Егер де видео сізге пайдалы болса, арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз.